Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағы 2 сынып 12 сабақ. Тақырыбы бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу. Бірінші есеп: сандарды 10-ға дейін толықтыр. Яғни берілген сандарға қандай санды қосқанда бізде 10 шығады. Соны табуымыз керек. 6-ға 4-ті қосқанда 10 шығады, 8-ге 2 қосқанда 10 шығады, 5-ге 5 қосқанда 10 шығады, 3-ге 7 қосқанда 10 шығады, 9-ға 1 қосқанда 10 шығады бізде. Екінші есеп: бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырып қосуды орында. Бізде үлгі берілген 5 қосу 9, яғни 5-ке қай санды қосқанда 10 шығады, яғни 5-ті қосқанда 10, енді 9-дан 5-ті алғанда 4, яғни 5-те 4, 5 және 4 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішіне 5 қосу 5, жақшаның сыртында қосу 9 тең. Бізде жақшаның ішін орындаймыз, 10, оған 4-ті қосқанда 14 шығады. Қалған есепті де осылай үлгі бойынша шығарамыз. 6 қосу 9, 9 қосу 8, 8 қосу 8, 7 қосу 7. Бұл жерде бізде бірінші қосылғыштар 6, 9, 8 және 7. 6 қосу 9, яғни 9-ды 4 және 6 деп жіктеп аламыз 2-ге, яғни жақшаның ішіне 6 қосу 4, жақшаның сыртында қосу 6 тең, бізде 16 шығады. 9 қосу 8, яғни бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырамыз, яғни 9-ға қандай санды қосқанда 10 шығады. 1-ді қоссақ 10 шығады. Енді 8-ді 2 бөлікке жіктейміз. 1 және 7 деп. Жақшаның ішіне 9 қосу 1, жақшаның сыртында қосу 7 тең 17 болады. 8 қосу 8, бұны да солай. 8-ге қандай санды қосқанда 10 шығады. Яғни 2 санын қоссақ 10 шығады. 8-ді 2-ге жіктейміз. 2 және 6 деп. Жақшаның ішіне 8 қосу 2, 10 шығады, оған 6-ны қосамыз 16. 7 қосу 7, бұл жерде 7-ге қандай санды қосқанда 10 шығады, яғни 3-ті қоссақ 10 шығады. 7-ні 2-ге жіктейміз, 3 және 4 деп. Жақшаның ішіне 7 қосу 3, 10 шығады, қосу 4 тең 14 шығады. Үшінші есеп: бос көздің орнына тиісті санды қой. 9-ға 1 қосқанда 10 болады. Енді 10-ға қандай санды қосқанда 12 шығады. 2 санын қоссақ 12 шығады. 5-ке қандай санды қосқанда бізде 10 шығады. Яғни 5-ті қоссақ 10 шығады, оған 4-ті қосқанда 14. Енді 2-ге қандай санды қосқанда 10 шығады. Бізде 8-ті қоссақ 10 шығады, қосу 3, бізде 13 шығады. 7-ге 3 қосқанда 10, 10-ға қандай санды қосқанда 15 шығады. Бізде 5-ті қосқанда 15 шығады. 9-ға 1-ті қосқанда 10, 10-ға 1-ті қосқанда 11 шығады. Енді 4-ке қандай санды қосқанда 10 шығады. 6-ны қоссақ 10 шығады, оған 7-ні қосқанда 17 шығады. Төртінші есеп: есепті шығар. Атасы Балжанға 7 мақалдың, ал әжесі 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Балжан атасы мен әжесінен барлығы неше мақал тыңдады? Қысқаша шарты берілген, бізге енді шешуін шығарайық. 7 қосу 4, 7-ге қандай санды қосқанда 10 шығады, яғни 3-ті қосқанда бізде 10 шығады. 4-ті 2 бөлікке бөлеміз, 3 және 1 деп. Жақшаның ішіне 7 қосу 3, қосу 1 тең 11 болады. Жауабы: Балжан атасы мен әжесінен 11 мақал тыңдады. Енді осы есепке кері есеп құрастырамыз. Барлығы 11 мақал, атасы 7 мақал, әжесі белгісіз. Бізде шешуі 11-ден 7 азайтамыз, 4 шығады. Жауабы: Балжан әжесінен 4 мақал тыңдады. Бесінші есеп: қосындыларды салыстыр. 72 қосу 6, 72 саның разряд қосылғыштар қосындысы түрінде жазып аламыз. 70 және 2. Яғни 70-ті жақшаның сыртына қалдырамыз, қосу жақшаның ішінде 2 қосу 6, яғни бірліктерін қосып аламыз. 6-ға 2 қосқанда 8 шығады, 70-ке 8 қосқанда 78. 67 қосу 10, бұны да разряд қосылғыштардың түрінде жазып аламыз. 60 және 7 деп. Жақшаның ішіне 10-дықтарды қосамыз. 60 қосу 10 тең 70, оған 7 қосамыз, 77. Енді қосындыларды салыстырамыз. 72 қосу 6 қосындысы артық 67 қосу 10 қосындысынан. Алтыншы есеп: сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 3 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсетеді? Қазір сағат бізде 11-ді көрсетіп тұр, 4-ті және
8-ді көрсетіп тұр. 3 сағатты қосатын болсақ, 11-ге 3 сағат қосқанда 14. 4 сағатқа 3 сағатты қоссақ 7 сағатты көрсетеді. 8 сағатқа 3 сағатты қосқанда 11 сағатты көрсетеді. 7-ші есеп, өрнектердің мәнін тап. 58 азайту 23 тең 35, 46 азайту 21 тең 25, 28 қосу 31 тең 59. Жақшаның ішінде 7 қосу 4 қосу 5 тең, жақшаның ішінде 11 шығады, оған 5 қосқанда 16 шығады. Жақшаның ішінде 9 қосу 6, жақшаның сыртында қосу 3 тең, жақшаның ішінде бізде 15 шығады, 15-ге 3 қосқанда 18. Жақшаның ішінде 7 қосу 8 қосу 1, жақшаның ішінде бізде 15 шығады, оған 1 қосқанда 16 шығады. 6-ға 5 қосқанда 11, 8-ге 7 қосқанда 15, 9-ға 4 қосқанда 13 шығады. 8-ші есеп, кім жылдам? Өрнектердің мәнін өсу ретімен жаз. Жауаптардың астына сәйкес әріптерді қойып шыққан сөзді оқы. Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің? 9-ға 6 қосқанда 15, 7-ге 7 қосқанда 14, 9-ға 7 қосқанда 16, 9-ға 3 қосқанда 12, 8-ге 5 қосқанда 13, 9-ға 2 қосқанда 11 шығады. Енді осыларды өсу ретімен жазатын болсақ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 деген сандар шығады. Сонда бізде отбасы деген сөз шығады екен. Сан математика ғылымының іргетасы деп айтқан ғалым Қазақтан шыққан математик Орынбек Ахметбекұлы Жәутіков екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.